Мынандай сұрақ. Сенің қолыңнан не үшін ештеңе келмей жатыр? Барлығының қолынан әйтеуір бір бәлелер келіп жатыр да, сен қолыңнан ештеңе келмей жатыр. Вроде сен жұмыс істеп жүрсің, но сен қолыңнан ештеңе келмей жатыр. Неге ондай? Қара, былай қарап тұрсаң, сен достарың, таныстарың, Инстаграм, ТикТоктан көп жүрген сенімен жасты, сенен кішкентай, даже кішкентай бір адамдардың қолдарына әйтеуір бір бәле келіп жатыр да, сен істеп жүрсің, но келмей жатыр. Вот неге? Қара, мен саған андай сұрақ қояйын. Егер де сенің істеп жатқан жұмысыңа просто сәттілік жетіспей жатыр десем, сен соған сенесің ба? Негізі сенесің, но мен бұны түсіндіріп кетейін енді қалай екенін. Қара, тағдыр деген нәрсе бар ғой, біреулер сенеді, біреулер сенбейді. Когда сен бір попытка жасадың, екі попытка жасадың, үшінші попытка жасадың, 5, 10, результат жоқ, но сол тағдыр бойынша сенің сәттілігің 12-ші попыткада тұр да. Но сен 10-ші попыткадан тастап кете салдың. И вот қалай болады? Саған просто 2 попытка жетпей қалды да, сен сәттілігіңді алу үшінші. И вот, допустим, қара, сен бір жұмыс бастадың, и сол жұмыста сенде бесконечное количество, мынандай бесконечное количество попытка бар. И сол попыткалардың арасында мен айттым ғой, 12-ші попыткада сенің сәттілігің тұрды. 12-ші попыткада сәттілігің тұр, 37-ші попыткада, 56, 88-ші попыткада, 101-ші попыткада, 137-ші попыткада сенің сәттіліктерің тұрды. Но сен оны байқамайсың, оны ешкім байқамайды. Сен просто сол 100 попыткаға жету арқылы арасында қанша 5 сәттілігің тұр ма, қалғанының 95-інің бәрі ошибка болады. Бір-біріне ұқсайтын бір бәлелер, результат жоқ, дым жоқ, но сен оларды істеу керексің из-за того, что ана 5 сәттілікті алу үшін, понимаешь? 95-ші попыткада сенде бір четкий бір бәле тұруы мүмкін. Білмеймін, миллион табасың ба, 10 миллион табасың ба, әйтеуір саған конкретно пайдасы тиетін, вот результат дейтіндей, білмеймін, машинаңды алатындай ақша аласың ба, үйіңде әйтеуір бір арманыңды орындайтын бір бәле болуы мүмкін 95-ші попыткада. Но сен тұрасың да ол жұмысты 9-ші попыткадан тастай саласың да, и болды, сол окончательно жабылады ана нәрсе. 9-ші попыткаға келдің, 9 рет сенде ошибка болды, и болды, ары қаратай, болды, салам алейкум дейсің, мынаның несі жоқ, бұдан результат шықпайды, короче, деп түңілесің да, жаба саласың. Болды, сонымен қалады ол нәрсе. И бұл нәрсе, көбісінде айтылатын нәрсе, жұмысты ортасынан болғанда жеткізбей тастап кету деген нәрсе. Бірақ та бұл жаққа ақыл керек. Сен если просто так бір нәрсені постоянно, только бір нәрсені 100% қайталай берсең, дым болмайды одан. Сен, допустим, бір нені алайықшы, контент салып жатсың дейік, бір видео салып жатсың дейік та, ТикТокқа, Инстаграмға, постоянно сол видеоны ештеңесін өзгертпей, постоянно пытырлап сала берсең күн сайын, результат болады деп ойлайсың ба? Оның удержаниясы жоқ, адамға қызық емес. И сен жаңа мен айтқан нәрсемді соған келтірем деп ойлама, ол 100 попыткадан істеймін, и 99-ші попыткада ат кетеді деген сияқты, атпайды ол никак. Өйткені оған ақыл керек. Ақылмен қос, бір рет ошибка істедің ба, 2 рет ошибка істедің ба, 3-ші күні енді ошибка істейін деп жатқан кезде сен есіңе түсір, ана бірінші ошибка келейін деп қалған кезде, мынау бірінші ошибка ғой, өзгертейін, бір бәлесін түзейін, істе, 3-шісі де ошибка бола берсін, бопты, бола берсін, 5-ші рет істе, 10-ші рет істе, 20-ші попыткаға келген кезде сенде уже 19 ошибка тұрады да, и сен уже как мини-эксперт ретінде, как өзіңнің өміріңдегі осы істеп жатқан жұмысыңның мини-эксперт ретінде, сен уже білесің да, 19 нені қайталамау керек екенін. 20-ші рет істейсің, какой-то результат пайда болады. Вот, допустим, мынандай тағы қызық не бар? Пример келтіріп бере аламын, қара. Вот, допустим, Криштиану Роналду, бір допты 5 рет, 10 рет тепті, и, короче, результат байқамады да, гол салмады дейік. Или допустим, удар онша шықпай қалды дейік, дұрыс теп алмай жатыр, 20 рет тепті жоқ, 100 рет тепті жоқ, содан тастап кетсе, прикинь,
қазіргі Криштиану Роналду бола ма деген әңгіме да. Ол там 103-ші рет тепкен кезде там, допустим, бірінші голын салды дейік та. Енді біз білмейміз ғой қаншаншы рет тепкенін. Сондай тема да жігіттер. Допустим, толығырақ айтсақ, ол каждый раз бар ғой, тепкен тебісін өзгертіп теуіп отыр да. Так, 100 рет ошибка істеді ма, 101-шісінде ол басқаша тебеді да. Гол. Осындай да. Короче, сен қаншалықты көп жұмыс жасайсың, сенің результатың соған сәйкес болады, соған тең болады. Бұған никак сен контраргумент айтамайсың. Өйткені сен бұл әлемдегі возможный попыткаларды, а ол бесконечный да попыткаларшы. И сен сол возможный попыткалардың басқалардан көп жасасаң, сен, значит, басқалардан көп результат жасайсың деген әңгіме да. Вот ойын жүзінде де дәлелдеп берейінші сендерге. CSGO ойнаймыз, я? Вот жігіттер көп ойнайды CSGO. Там Free Fire, PUBG, там не бар та, Clash Royale, барлығында бар ғой. Ойынға вот елестетіп емес, еске түсіріңдерші. Енді сол ойындарды бастаған кездердің естеріңде ма? Мұрнына маңқаларың ағып, дым білмей, бәрінен жеп, сорлы болған кездерші. И вот сен қаншалықты уақыт бөлесің оған, қаншалықты сағат бөлесің, я Steam'да тұрады 300 сағат, 1000 сағат, 10.000 сағат бөлген. И CS-та 1000 сағат ойнаған 5-ші левелдағы, фейс левелдағы біреуді 10.000 сағат ойнаған, элосы, білмеймін, 3000-ға кетіп қалған біреуді қойып қойсаң, кім жеңеді? Очевидно ғой, анау жеңетінші. И вот сондай да, жаңағы Криштиану Роналду, кімді айтасың? Илон Маск дейсің ба? Жаңағы 3000 левел, 3000 эло, вот осы темада Криштиану Роналду, Илон Маск бәрі сондай. Сендер 5-ші фейс левелда жүресіңдер, бәрі тастап кете саласыңдар дашы. Болмайтын нәрсе да ол. Каждый істеп жатқан жұмысыңды, каждый істеп жатқан попыткаңды сен ойланып, мынау дұрыс емес, мынау былай, мынау былай, мынау былай екен, мынау былай екен, бопты. Осы істеп жатқан анализіңді істегеннен кейін де мынау ошибка болса, ұра бер, до конца ұра бер. Сен пример көр. Сен істеп жатқан істі біреу істеп уже результат шығарып жатыр ма? Болды, сен на правильном пути кете бер ары қаратай. Болды. Одан результат шығады по-любому, өйткені бұл әлемде доказательство не? Басқа адамның уже істеп қойған ісі бұл әлемде болып жатыр ма, ол результатқа жетті ма? Значит, ол возможный нәрсе да, ол бір адамның қолынан келіп жатса, значит, сенің де қолынан келеді ол. Сол үшін тура сол путта жүрсің ба, до конца ұр болды. И тағы бір айтып кететін нәрсе, сенің ойыңа бір жұмыс келді ма, бір істейтін ниет келді ма, соны как можно скорее істеп тастау керек. Неге? Өйткені мотивацияны жоққа шығаруға болмайды. И ол саған конкретно пайда істейтін нәрсе. Мотивацияң болып тұрған кезде істеп тастасаң, сен оны до того қызығушылықпен істейсің да. Ал соған әлем қызық болып тұрғаннан кейін сен оны без қиналмай істей саласың да. И вот сол мотивацияның тиетін пайдасы, сен ол нәрсені тезірек істеп тастайсың, соответственно, саған результат тезірек келеді да. Это либо ошибка, либо болатын нәрсе деген сияқты. И сен сол жұмысты 2 күннен кейін істейін десең, сенің бірінші күнгі сол информацияны сен қалай өзіңе алдың, мотивацияң атып кеткен кездегі сәйкес келмейді, онымен никак сәйкес келмейді. Өйткені 2 күн сенде 48 сағат перерыв болып қалды. Ол үлкен не болып кетті уже, арасында пустота болып қалды. Ол пустота, адамның өзінің миына байланысты. Биологиялық түрде біз өзіміз осындаймыз. Болды, оны никак сен өзгерте алмайсың. Сен миың сондай, сен жүрегің сондай. Арада уақыт өтіп кетті ма, уже организм ұмытып қалды деген сияқты. Оны өзгерте алмайсың, значит, өзгерте алмасаң не істеу керек? Соответственно, оған навстречу жұмыс істеу керек та. Уақыт өтіп кетпей тұрған кезде резко істеп тастау керек. Вот сол кезде и қызық өтеді, и сен результатты тез аласың. Саған пайдасы оның соответственно көп болады. Бүгінгі теманы қысқашалап айтатын болсам, сенің ойлаған ісіңмен жұмыс істегеніңнің арасы максимально аз болу керек. Ойладың, істеп тастадың. Ойладың, анализ жасадың, пландадың, істеп тастадың. Ойладың, анализ, план, істеп тастадың. Бұл осындай темамен сен любой жұмысыңды істе, любой техника, стратегия, любой істей берсең, көп адамнан көргенің көп болады, істегенің көп болады.
соответственно результат көрген результатың көп болады, ол по-любому ошибка бола берсін, ол результат. Ол саған опыт, білім үстіне білім. И бұндай сөздерді естіп алғаннан кейін там рисковать етудің керегі жоқ. Миллион салып жіберіп, 10 миллион өзің шаман көтермейтін нәрсені ше. Вот риск қашан керек? Риск когда сенің білімің рисктен көп болу керек. Допустим, 100% алсақ, сенің 100%-тің ішіндегі білімің 80 либо 90%, там 70% хотя бы болу керек та. Риск кішкентай болу керек. 30%, 20%, 10%. Сонда сенің білімің айтып тұрғаны бұл маловероятно, что сенің жеңілетінің. Ол үшін сен анализ жасау керексің да, тоже. Анализ жасап, пландап, вот сол кезде соответственно сенің результатың нормально болады. Короче, бүгінге сол. Басқа темалар болса бұйырса салатын боламын. Барлықтарына давайте там көп информация керек болса, Телеграм, Инстаграм там парасында. Давайте.